Енді қыздар қараңыздар, жігіттер, жалпы біздің сабағымыздың қатысушылары, енді осы видеода біз нишаларды талқылайтын боламыз. Өтімді нишаларды жеке-жеке талқылаймыз, Алла қаласа. Енді ютубқа кіріп, қазір мен сізге бірнеше көрсетемін. Ол здоровье нишасы. Сіз қазақша жүргізсеңіз де, ағылшынша жүргізсеңіз де, жоқ орысша жүргізсеңіз де, здоровье нишасы, яғни денсаулық нишасы жақсы өтеді. Әсіресе үлкен кісілер бұл нишаны жақсы қарайды. Мысалға 30-дан жоғары адамдар, мысалы бел ауырып бастайды, бас ауырады, давлениесі көтеріледі, мысалға тағы не бар, астмасы бар, тағы неше түрлі осындай бір жөтеледі деген сияқты да. Одан кейін мамашалар көбірек қарайды бұл саланы. Өйткені бала шағасы ауырып қалса, мысалға интернеттен ізденеді, мысалға да. Егер мысалы баланың тілі кеш шығып жатса, немесе балаңыз жүрмей жатса, или бір аяғын ұрып алса деген сияқты да. Енді құдай сақтасын, бірақ неше түрлі қазір сондай ситуациялар көп, соған байланысты сондай денсаулыққа қатысты пайдалы ақпараттар көреді. Сіз осылай не істесеңіз болады. Конкурент дегенде сол фильтрге барасыз. Мына жақта ең бірінші тұр ғой, по релевантности деген жерді по числу просмотр деп қоясыз. Одан кейін за все время дегенді месяц десеңіз болады, или недель десеңіз болады. Месяц деп қойын. Яғни осы айда шыққан видеолардың именно просмотр өте көп болып тұрған видеоларды біздің алдымызға шығарады қазір. Сол үшін біз осылай келтіреміз фильтрінде. И одан кейін мына жақта применить деп қоямыз. Енді қандай видеолар қатты өтіп жатыр, солар көресіздер. Міне неше түрлі шортстар шығып жатыр, видеолар шығып жатыр. Міне ағылшынша видео қараңыз, 3 апта бұрын салынған, уже 1,7 миллион просмотр жинап тастаған. Осындай неше түрлі нәрселер қатты өтіп жатыр тоже ше. Міне на жақта 2 апта бұрын салынған, уже 600. Знаете, что на самом деле выдает возраст человека сильнее, чем... Организмді жақсартатын 5 түрлі сорпа деп отыр. Көрдіңіз бе? Осы тақырып қатты өтеді деген сөз. Сіз осылай қайсысы өтеді деген сияқты примерін жобалап алсаңыз болады. Тіпті дәптеріңізге жазып алыңыз. Значит, осы айда шыққан именно осыған қатысты видеолар жақсы өтеді. Менде, значит, осыған қатысты видеоларды өзім қолдан жасай аламын деген сияқты. Бірақ өтеді екен ғой деп тура осы алып көшіріп, бірге бір ұрлап, оны салмаңыздар. Оны YouTube бәрін түсініп қояды. Сосын сізге авторский права келеді. Автор сол видеоның, оригинал видеоның иесі бар ғой, каналдың иесі сізді байқап қойса, ол сізге жауап жасайды. Сосын сіздің каналыңыз жауып қалады. Ондай проблема керек жоқ. Мен сізге бір нәрсе айтайын. Бір не бар қазір, қалай еді? Қазір человеческий организм деген бір канал бар, маған ұнайды. Мен андай бір фанат қылып қарамаймын, бірақ жалпы ұнайды осы канал. Қараңыз. Қай канал болса да зерттеңіз. Авасы қандай, мынау несі қандай, логотип, обложкасы қандай. Қараңызшы, мына әдемі канал, мысалы бір қараңдағанда яркий, прям оранжевый түсті да. И человеческий организм деп қойған, мінекей стремление сделать мир лучше деп қойған. Бұл енді орысша канал. Енді сіз қазақша, орысша, ағылшынша жүргізесіз, өзіңіз білесіз. Бұл жерде американский жүргізсеңіз, егер ағылшынша оқи алсаңыз жүргізіңіз, оқи алмасаңыз жасанды интеллектпен оқуға болады. Дегенмен де жасанды интеллект нағыз адам сөйлеген сияқты етіп сөйлей алмайды, бір будто робот сөйлеп тұрған сияқты көрсетеді. Сондықтан постарайтесь лучше өзіңіз оқуға. Қараңыз, описаниесін қалай жазған, не істеген, бәрін қараңыз, видеолар қарап шығыңыз, қандай тақырыптарды қозғаған, қалай обложкасын жасаған. Міне, қараңызшы, просто тақырыбының өзі, просто обложкасының өзі әдемі да, прям андай ішіне кіргің келеді да. Міне. Мінекей. Міне қараңызшы, мына тақырып өте күшті. Добавь это в овсянку, сосуды чистые как новые дейді.
көрдіңіз, типа овсянканы сіз ішетін тамақтарыңыздың рационына қосыңыз, сіздің сосудаларыңыз, сосуд деген не еді, ұмытып тұрмын ше. Ну, короче, сондайлар тап-таза болады деген сияқты айтып тұр ғой енді. Одан кейін мінекей, всего 1 стакан выводит килограммы мусорного кала деп. Міне, көрдіңіз ба? Ощущение кишечника за 8 ночей деп. Андай адамды бір қызықтырады да, тақырыптар ше, сіздер де осылай істеу керексіздер ғой. Андай просто бір алманың пайдасы сәбіздің пайдасы емес. Күніне 2 апта бойы күніне 2 сәбіз жеу арқылы сіз язвадан құтылыңыз деген сияқты ше. Білмеймін енді, ондай бір медицинадан хабарым жоқ, бірақ интернет толып тұрған заманда сіз прям медицина қызметкері болған міндетті емессіз. Мына жерде айтып тұр, каркаде спас меня деп тұр. Каркаде мені құтқарды деп отыр. Қараңыз, тақырыбының өзі неге именно осы шайды, именно осы каркадені қазір до сих пор ешкім ішпейді деп отыр. Чудо чай деп отыр да. Вот андай интрига создавать етіп отыр да. Вот осылар көріп шықсаңыз болады. Одан кейін бұл жерде сіз түріңізді түсіріп керек емессіз. Қазір мен бір-екі сайт айтам. Сол сайттан материалдарды жүктеп аласыз, және де оны иншотқа, капкатқа салып, өзіңіздің даусыңызбен оқысаңыз вообще зор кетеді. Мысалы, любой видеоны қосайын. Вы слышали, что номера дома, квартиры и даже машины и телефона способны... Вы наверняка видели бархатцы в огороде или во дворе. Яркие оранжевые цветы, которые чаще всего используют для красоты и отпугивания вредителей. Но мало кто знает, бархатцы – это не только декорация. Вот қараңызшы, осы канал міне қыз баланың дауысы шығып тұр, оқып тұр да, міне осындай деп информация сізге жеткізіп тұр, яғни оқырмандарға жеткізіп тұр. Ал бұл жерде автордың, яғни қыз баланың түрі көрініп тұрған жоқ, тек қана материалдар көрініп тұр. Бірінің артынан бірді видеолар шығады, фотолар шығады деген сияқты, я. И комментарийде жақсы жазған. Спасибо, очень приятно, мынандай рахмет информация үшін, ақпарат үшін рахмет деп бәрі алғысын жаудырып отыр. И 3 ай бұрын шыққан 102 000 просмотр жинаған деген сияқты. Енді осы материалдарды сіздер қайдан аласыздар? Мен Pixels пен Pixabay-де кеңес беремін. Басқа жағдайларды негізі алмай қойыңыздар. Лажы болса, я, видеоларды алмай қойыңыздар. Instagram, TikTok керек емес. Ол кішкене күмәнді. Pixels деп жазсаңыз, бесплатный стоковый фото деп міне шығады. Регистрация жасасаңыз болады. На поисққа мысалға сізге природа керек болса, мысалы бір гүл туралы бір ақпарат керек болса, бір цветы деп іздейсіз, или природа деп іздейсіз. Міне. Осы жақтан фотоларды скачать етіп аласыз, және видеоларды скачать етесіз. Бірақ тек қана фотолардан тұрмасын, я? Сіздің видеоңыз тек қана фотолардан тұрмасын, жарай ма? Видеоларды араластырыңыз, немесе тек қана видеолар қойыңыз. Ну, YouTube түсіну керек, бұл шынымен де видео екен түсіну керек та. Видеода мысалы гүлдің қозғалады, мысалы да, ағашта жапырақтар түседі деген сияқты. Ол тек қана бір изображение қалмау керек та. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мына жақта неше түрлі видеолар бар, осыларды скачать ете бересіз. Бұл бәрі қауіпсіз, уайымдамаңыздар. Ешқандай беззвучный режим, әшейін тұрған видео, авторский право келмейді дегенім ғой. Осы жерде популярный, последний деп белгілесеңіз болады. Одан кейін видеоларда міне сіздер long видео істесеңіздер, мынандай істейсіз, шортс болса, мынандай тікесіне түсірілген видео аласыз. Түсіндіре алдым ғой, мына жақта не болу керек? Ол что-то не өшіп қалды ма? Қысқасы білесіздер ғой, егер мына ұзыннан болып тұрса, мынандай осындай сияқты видеолар болса, шортсқа келеді. Мынандай болса, неге келеді? Стандарт видеоға келеді. Формат примерно түсініп тұрсыздар ғой. Вот осылай скачать етіп, даусыңыз алдын ала диктофонға жаздырып, интернеттен ақпараттар іздеп, просто оқысаңыз болады. Осындай алманың осындай пайдасы бар. А витамині көз көруін жақсартады, бір нәрсе деп оқи бересіздер, жарай ма? Сөйтіп бәрін біріктіріп, иншотқа немесе капкатқа жүктеп қоясыздар и ютубқа саласыздар. Жасату сіздің нағыз видеоңыз болады. Алдағы уақытта осы бойынша тағы да видеоларды салатын боламыз.